Танытқан қазағымның қазақтығын, танытқан қазағымның азаттығын, танытқан қазағымның ғажаптығын, айналдым құдіретіңнен қазақ тілім. Армысыздар, құрметті студенттер. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Қазақстан халқына жолдауында Қазақстан халқы бүкіл әлемде 3 тілді пайдаланатын жоғарғы білімді ел ретінде танылуы тиіс. Бұлар қазақ тілі, мемлекеттік тіл, орыс тілі, ұлтаралық қатынас тілі, ағылшын тілі, жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі деген болатын. Елбасы көрегендік танытып, алдымызға 3 тілді білу міндетін қойып отыр. Әсіресе өскелең ұрпақ, жастар алдында бірнеше тіл білу міндет парыз. Адамды мұратқа жеткізетін ана тілі мен ата дәстүрі. Ендеше тілге қандай құрмет көрсетсек те лайық. Тіл мерекесі, тіл салтанаты, тіл қуанышы құтты болсын. Аса қадірменді қазақ жұрты, сіздерді бүгінгі келіп жеткен тілдер мерекесімен құттықтаймын. Тіл ұлттардың, халықтардың негізгі қарым-қатынас құралы. Тілсіз өмір сүру мүмкін емес. Зайырлы, тәуелсіз, көпұлтты отанымыз Қазақстан жасай берсін. Басқа ұлт өкілдерімен ара қатынасымыз арта берсін. Тілдер мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Hello everyone, I congratulate you with the International Language Day. A nation without a language is a nation without a heart. So, I wish you all good health, prosperity, happiness and success in the academic year. Знание языка – это наша показка. Каждый язык – это целый мир. Язык – это живая душа народа, его радость, боль, память, сокровище. Нет такого языка, который бы не заслуживал уважения. Каждое поколение передает следующему свой язык, религию, культуру, обычаи и традиции. Как говорится, без прошлого нет настоящего, и уж тем более будущего. Herkese merhabalar. Tiller programı kutlu olsun. Dil hayatımızda sadece iyilik ve mutlu olsun. Ana dili hakkında şık okumak istiyorum. Ana dili sen inşa edersen, birlikte sonuç ederim. Tatlı neşeyle karşılıyorum. Ana dili çok yaşa. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын келін. Ол бар болса мен бармын, қол болмаймын, қымбаттарын алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілмен тілім дедім. Кей кезде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілмен түнім дедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген тілдесе отан берем. Оты сөнген жан барса, жан барсын ба, ойланбай-ақ келді отау менің. Қымбат маған ана тілім, бал тілім, қымбат маған дана тілім, ар тілім. Ақ сүтімен бірге сіңген бойыма, ана тілім ардақтықтар алтыным. Ана тілін жырлап өткен талайлар, жырлап өткен Ыбырай мен Абайлар. Қасиетті менің ана тілімде өшпес мәңгі ашық. Алаулаған арай бар, өлең жырымен араласса тау тілім, ардақтымды жырлап өтем ән қылып, Мағжан Қасым Мұқағали жырларын жалғастырып жаза берем мәңгілік. Hoş geldinizler, құрметті достар. Добрый день, дорогие друзья. Good afternoon, dear friends. Құрметті студенттер, бүгінгі тіл мейрамына арналған тәрбие сағатымызды ашық деп жариялаймыз. 22 сентября, День языков народа Казахстана. И сегодняшнюю встречу мы посвящаем этому празднику. Тіл халықтың жаны, сәні, тұтасы келбеті, адамды мұратқа жеткізетін ана тілі мен ата дәстүрі. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Осыда тұратын барлық ұлттардың құқықтары. Язык – это общественное явление, которое действует на протяжении всего существования человечества. История не знает ни одного человеческого коллектива, который бы не использовался языком. И это понятно. Человек живет в обществе, он постоянно связан с другими людьми. Средством общения служит язык. При помощи языка люди передают свои мысли, желания, чувства. Our language is connected with our thought and sense. It appeared in antiquity. It's close to the society's life. All languages developed under influence of economic, political and geographical conditions. Родной язык, он с детства мне знаком. На нем впервые я сказал «мама», на нем клялся я верностью упрямой. И каждый вздох понятен мне на нем. Родной язык, он дорог мне, он мой. На нем ветра в предгорьях наших свишут. На нем впервые довелось услышать меня лепить птиц зеленой весной. Oh, friend unseen, unborn, unknown, student of sweet English tongue, read of my words at night alone. I was a poet, I was young.
since I can never see your face and never shake you by the hand, I send my soul through time and space to greet you. You will understand. Қазір дүниеде 2796 тіл қолданылады. Қолданатын жан саны 50 миллионнан асатын тіл 13. Егер бұл тілдердің қолданатын жан саны аз көптігіне қарай тіксек, реті мынандай болады. Қытай тілі, хинди орда тілі, ағылшын тілі, Испания тілі, Италия тілі. Бұл тілдер 65 мемлекетте мемлекеттік тіл ретінде қолданылады. Дүние жүзінде ресми тіл саны 6. Қытай тілі, ағылшын тілі, орыс тілі, испан тілі, француз тілі және де араб тілі. Русский язык, как один из мировых языков, получил широкое распространение в мире. Его изучает, знает почти все население Казахстана. Знание русского языка сближает народы нашей независимой республики, укрепляет дружбу с народами других республик и зарубежных стран. Шығыс ғұламасы Әл-Фараби 70-ке жуық тіл меңгерген. Ұлы Абай орыс қазақ тілімен қатар парсы араб тілдерін меңгерген. Орыс тілі орта жастан асып барып кеш меңгерген. Александр Сергеевич Пушкин француз, ағылшын, неміс, итальян, испан, латын, грек, славян тілдерін білген. Және де көне еврей тілін зерттеген. Луначарский испан тілін 57 жасында үйренген кісі. Профессор Құдайберген Жұбанов көп тіл білсе де, тіпті ана тілімізді салыстырмалы жүйемен үйренуге де, зерттеуге де себебі бар деп, жапон тілінде игерген. Кибернетика атасы деп есептелінетін Норберт Винер 13 тілді зерттеген. Люксембург халықтың түгелі жуығы 4 тілде еркін сөйлей алады. Әсіресе жастары. Ең бастысы, Люксембург балалары мектепке дейін 4 жасынан бастап тегін ана тілде, 2-ші сыныптан бастап француз тілінде оқиды. Ағылшын тілі 6-ші сыныптан басталады. Дүниеде барлық аударма шығармалары 33% ағылшын тілінде аударылса, 15% француз тілінде, ал 1% неміс тілінен аударылады. Олай болса, құрметті оқушылар, тілді үйрену ешқашан кеш емес. Ол үшін тек ниетпен еңбектену ғана қажет. Туған тілім тірлігімнің айғағы, тілім барда айтыларда сыр ойдағы. Өссе тілім, мен де бірге өсемін. Өссе тілім, мен де бірге өшемін. English is a world language. It's a language of progressive science and the technology, trade and the cultural relations, commerce and the business. English is spoken by more than 350 million people. Geographically, it's the most widespread language on the earth. Тіл, ата-баба аманаты. Ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа ұласқан, бабадан балаға жалғасқан ұлы мұралардың ұлысы, алдымен әр ұлттың тілі ғой. Ендеше ата-баба мұрасын жалғастыру, оның мәртебесін көтеру, мына баршамыздың міндетіміз, парызым. О адамдар, қадіріне жетіңдер, ана тілін анан сыйлап өтіңдер. Туған тілін танымаған көрсоқыр болып өтер ертең. Мәңгі өкінер. Это язык Уильяма Шекспира, Джорджа Гордона Байрона, Джека Лондона, Теодора Драйзера. Это официальный язык множества стран, в частности Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии и других. Тіл, ұлттың жаны, халықтың асыл белгісі, намысы, тыныс тіршілігінің көзі, ата заңымен қорғалатын еркіндіктің үні. Оны құрметтеп, қорғау, келешек ұрпаққа жеткізу Қазақстанның бақыты да парызы. Білімінде еңбекқор ұлы қыздар бізге ғасырлар бойы ата-бабаларымыз жеткен аманат. Осымен тіл мерекесі өз мәресіне жетті. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш, тіл мәртебесі биік болсын. Вот и подошла к концу наша встреча, посвященная Дню языков. Желаем всем всего доброго и прекрасного. Goodbye.